Армысыздар, құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тағы да бір қызықты әңгімені ұсынғым келіп отыр. Ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер. Дастан: сыртымда екеу, ішімде біреу. Үш баламен қайда барам, кімге сиям? Ең болмаса осы балаларыңды аясаңшы. Кімім бар менің? Аяғым ауыр. Қыс болса келіп қалды. Мына пәтердің ақшасы төленбегені 2 ай болды. Ертең қожайын келіп шығарып жіберсе қайда барам, Дастан? Түсінсеңші. Аң екеш, аңда өз төлінен безінбейді ғой. Дастан, не болды саған? Аясаңшы біздерді деген Күнсұлуға жаны ашитын түр көрсетпеген Дастан құрыш азнамай басымды қатырып жібердің ғой. Қанша айғайласаң да, ойбайласаң да, енді бәрі бітті. Мен оны сүйем, сен мен тұра алмаймын. Менің аяғыма тұсау болма. Мен карьера жасап өсуім керек. Бұл жақта маған көмектесетін тіреу болар адам жоқ. Астана жас қала. Мен енді тағдырымды Астанамен байланыстырам. Жаңа өмір бастаймын. Жаңа өмірді жаңа адаммен, яғни Лидиямен бастаймын. Болды. Осымен бәрі бітті. Ұмыт мені, деп артында папалап жылаған 5 және 3 жасар қыздарына қарамастан есікті тарс жауып шығып кетті. Өгей шешеден қашып құтылғандай болған Күнсұлу 1992 жылы мектеп бітірген бойда осы Дастанды ақбоз ат мінген құтқарушы Ханзадам деп етегінен ұстаған. Тумысында жалғыз ілікті Дастанда ішкеректен келген жақын жуығы аз жігіт болатын. Қосылып қаладан бір бөлмелі пәтер жалдап, отбасылық өмірлерін бастаған. Алып бара жатқан той жасап та қарық қылмады. Құдалық сірә да жасалынбады. Қанша айтқанмен туған әке деген аты бар әкесі бір келіп: балам, осы адамның етегінен ұстаған екенсің, бағың ашылсын. Маған ұрпақ өрбіту үшін осылай өмір сүруге тура келді. Марқұм өз анаң тірі болғанда басқаша болар ма еді, кім білсін. Не болса да бізге кек сақтама. Мен мына екінші шешеңнің дегенінен шыға алмаймын. Күн көріс үшін бағынам. Ренжи көрме, балам. Бақытты бол деп кеткен. Болды. Сонымен ізім қайым жоқ. Еркек атаулының әдемісі, анандайдан мен мұндалап тұратын мұндасы Дастан қалада шатып бұтып жұмыс жасап көрді. Өзінің талабы мұнайға кіру еді, ол бұйырмады. Бұйырғаны Дастанға ұнамады. Құмар ойындарға еріп, жеңіл ақша тауып дәнікті. Құмар ойын болғанда да кәдуілгі карта ойындар, ірі сомаларға ойнайтындармен араласып жүріп, үйге апталап келмейтін еді. 1997 жылы Күнсұлу 3-ші баласына аяғы ауыр кезде бір ай жоқ болып Кавказға барып ойнап келді. Обал не керек? Алысқа апталап кетерде бұларға жетерлік ақша тастап кетуші еді. Күнсұлу сол ақшаларды үзіп, созып, кейде қарызданып жүріп, әйтеуір жеткізетін. Сонымен Дастан кетті. Қалаларды аралап карта ойнайтын топтың ішінен өзіне Лидия деген көңілдес тауып, сонымен бас қосқан. Дастан өзі кеткенмен қоймай, пәтердің қожайынына да бұдан былай пәтер ақы төлей алмайтынын, қарыз болған 2 айды Күнсұлу төлейтін айтып кеткен екен. Пәтер иесі ертесі күні келіп бұдан ақша сұрады. Тауып бермесе пәтерді босатуын талап етті. Ақшасы жоқ, алар жері тағы жоқ. Күнсұлу 4 және 2 жасар қыздарымен, ішіндегі 2 айлық баласымен көшеде қалды. Азын аулақ киім кешегімен 2 қызын жетектеп, түнеп шығар жер іздеп сабылды. 1997 жылы қаладан Ресейге кетушілер көп болатын. Сондықтан қалаға таяу көптеген саяжайлар қаңырап қалған еді. Күнсұлу сондай бір саяжалдың біріне барып тұрақтап қалды. Жарығы мен жылуы жоқ бұл саяжайлар өте қорқынышты. Түн баласы тентек бұзақылардың, нашақорлардың жиналатын жер осы саяжайлар. Бірақ бұл саяжайлардың Күнсұлуға бір тиімдісі қасында көтерме сауда базар болатын. Одан әрі сәл жүрсең қалалық үлкен базар бар еді.
Міне осы базарлардан қалдық тамақ, төгілген шашылған картоп, пияз, езілген шіріген көкөністер теріп күн көріп жүрді. Күз келіп, күн суыта бастаған соң бұлардың жағдай төмендей бастады. Сөйтіп жүргенде, сол маңға жақын жерде үлкен бір мекеменің қарауылы бұларға жаны ашып, қарауылхананың қапталындағы бөлме қылып жасап қойған контейнерге тұруға рұқсат берді. Кәдімгі темір контейнер, сыртын таспен қаптап, ішіне ДСП-дан еден төсеп, қабырғаларын пенопласт салып, фанерамен жапсырып шыққан электрқұрал, сайман сақтайтын қойма жасаған. Қазір сол бос тұр екен. Күндіз көтерме базарда әркімдердің сауда нүктелерін тазалап, кірін жуып, жуындылардан қалдық әйтеуір тамақтар теріп күн көріп жүрді. Кейде қарауыл шал үйінен жейтін оны әкеліп береді. Киілген киім кешек пен ескі аяқ киімдер. Өздері жақында көшіп келіп, толық орналаса алмай жүрген жандар қайтсын енді. Қолынан келгендері сол шығар. Күнсұлудың ішінде баласы болса да, іші онша біліне бермейді. Онысы өзіне жарасады, мүсіні бұзылмайды. Өзіне ұнаса да бір күні қырсығын тигізді. Осы мекемеде жұмысшылар жұмыстан соң жуынатын жақсы душ бар. Балалар мен Күнсұлуды аяған қарауыл шал арасында күнде соны ашып беріп бұларға жуынып шомылып алуға жағдай жасайды. Міне сондай түннің бірінде шомылып шығып келе жатқан Күнсұлудың алдынан гараж меңгерушісі шыға келді. Жасы 40-тан енді асып жүрген завгар қарауылхана жандағы қоймада қаңғыбастар тұратынын естіген. Бірақ мынандай келісті келіншек деп ойламайтын. Жаңа ғана душтан бусанып шыққан Күнсұлудың мүсіні мен әппақ денесінің ашық тұстары көзіне түскен завгар Рақыштың санасында бір ой жылт ете қалды. Оралман қарауыл шал қызыққа батып жүр екен ғой. Қуын қара бұл шалдың деп ішіне бір арам ой түйді. Содан Күнсұлудың жолын кес-кестеп, қарындас, бұл мекеменің нысаны. Осыны жұмыс істейтіндерге арналған. Бөгде адамдарға, соның ішінде балаларға мүлдем кіруге, қала берді шомылуға болмайды. Жалпы мекеме аумағына кіруге рұқсат жоқ. Сізді кім кіргізген? Қарауыл шал ма? Ертең жұмыстан шығаруға бұйрық берем. Менің рұқсатымсыз бұл жерге бөтен адам кіргізгені үшін қатаң шара қолданамын. Сотталып кетуі мүмкін, деп ызбарлана әзілдене сөйледі. Өзі үшін жазығы жоқ бейкүнә қарауылдың жапа шегетіні бір қайғы болса, қарауылды шығарып жіберсе, бұлардың да қалуы не қайбыл екен тағы ойланды. Күнсұлу тоқтай қалып жылап, жалына бастады. Ағатай, аяңызшы бізді. Басқа барар жеріміз, басар тауымыз жоқ. Жанашырлық көрсетер адамымыз жоқ. Түсініңізші. Қарауыл ағайдың кінәсі жоқ. Бала шағасын зорға бағып отырған кісіге тиіспеңізші. Мен үшін ол кісі зардап шекпесін. Біз кетеміз. Бір-екі күн мұрсат беріңізші. Ағатай, өтінемін. Тимейіңізші деп шырқырап жылай бастады. Аяқ асты мұндай жағдайдан есеңгіреп сасқалақтап қалған завгар Рақыш тоқта, сабыр ет деп жан жағына алақтап бір қарап алды да, өзіне қиыла ауыздарын ашып мөлдіреп қарап тұрған екі сәбиге жұмсарған түр танытып, сабыр ет, сені қазір қуып шық. Қалы тұрған жоқпын. Мен де адам баласым ғой, түсінемін. Сен қазір мына балаларды бөлмеңе апарып жатқызып қарауылханаға кел. Отырып сөйлесіп ақылдасайық. Сөйт, бара ғой. Сосын келерсің деп тынышталдырып қоя берді. Балаларын жетелей, сүйрелей, асығыс кеткен Күнсұлудың соңынан екі ойлы жүзбен қарап тұрған Рақыш қарауылханаға қарай бет алды. Қарауылхананың есігін жұлқи ашып, сен шал не істеп жүрсің? Бұл жер саған Шарашкина контор емес, бұл мекеме. Қайдағы жоқ қаңғыбастарды паналататын жер емес, үкіметтің мекемесі. Сен өзіңді кіммін деп жүрсің? Ана балаларға мекеме ішінде бір нәрсе болып қалса, кім жауап береді? Жаның ашығыш болса үйіңе апарып бақ деп күшеніп дауыс көтеріп тұреді. Шайынан бір ұрттап қойып отырған қарауыл шал. Болатын бәле қай жерде де болады. Бәрі де Алланың қалауымен болады.
Тіпті түнде қосалқы бөлшектерді ұрлап шығарып жүргендерде сүрініп қалу мүмкін деп арқайын отыра берді. Түнгі қосалқы бөлшек дегенді естіген бойда Рақыш өзгеріп шыға келді. Әй ақсақал, әзілде түсінбейсің бе? Үйдегі кемпіріңнен жасырып, жас келіншектің қызуына жылынып жүрсің. Науың не? Жеткілікті итшілік деген ағамыздан ауысса, бізде құр қалмайық дейміз бе? Кеу жоқ болса, ол да соны аңсап жүрген шығар. Ондайда қарайлассаң сауап дейді ғой деп, берісі Мекер күлкімен жуып шая бастады. Рақыш, сауап деген жоқ, жітікке әлің келгенше көмек беру деп ойлаймын. Ал мына келіншек не ойлап жүр? Онда менің шаруам шамалы. Мен ана балаларын аяймын, соларға көмектесем. Жас ана екен рас, не күйде жүрген кім білсін? Ал саған айтарым, зорлықпен, бопсалаумен арам ниетіңді жүзеге асырам деп ойлама. Масқараңды шығарам деп столды нұқып қойды. Әрине, ұрының арты қуыс дегендей, бұның бар сырын білетін қарауылдан сескенер реті бар. Жақсы ақсақал, айналаға бас көз боларсың деп есіктен шығып кеткен Рақышқа Күнсұлу қарсы жолықты. Қарауыл шалды жұмыстан шығарып жібереме қайтады деген оймен балаларын жатқызып, жан ұшырып келген Күнсұлу көрген жерден Рақышқа қайта жалына бастады. Сол сәтті дұрыс пайдалана білген Рақыш тыныш. Мен әлі ештеңе шешкен жоқпын. Жүр екеуміз асықпай отырып сөйлесейік. Мүмкін әлі де бәрі дұрысталып кетер деп қолтығынан алды да өзінің кабинетіне алып кетті. Қазан айының кешкі 9-ы қою қараңғылық болатын белгілі. Бұлар бұрыштан айналғаннан қараңғылыққа сіңіп кетті. Сағат кешкі 10:30-дарда мекеме қоршауын бір айналып шығып, дарбазаға жақындаған қарауыл шал жеңіл желпі плащтың алдынан қаусырып алып өзінің жатар орнына асыға басып бара жатқан Күнсұлуды көрді. Рақышқа жолыққанын сезген қарауыл шал не болды екен деп ойлап үлгергенше болған жоқ. Жағасы жайлауда бір тал темекісін езуін қыстырған Рақыш келді жанына. Бәрі жақсы ақсақал, оғаш ештеңе жоқ. Бәрі ойдағыдай. Мына тұрғындарың қанша тұрса да тұра берсін. Мен осы жерде тұрсам, бұларға ешкім сөйлемейді. Күнсұлу екеміз тіл табыстық. Сен де ештеңе білмегендей жүре бер. Жас жан сенен ұялып қалар. Дым болмағандай жүре бер деп, асықпай, аяңдай көлігі тұрған жаққа кете барды. Күнсұлуды қорқытып, қарауылды жұмыстан шығарам, қаматам, қарайған бала шағасының обалына сен қаласың деп, кабинетінде өзінің арам ойын жүзеге асырған жасырып қалды. Сол түннен кейін арада бір жарым айдай уақыт өтті. Күнсұлудың іші анық білініп, белі жуандап, жүрісі ауырлаған еді. Бұрынғыдай емес, базардан тауып келер азық түлігі де азайды. Жақын жердегі көтерме базардың дәл ортасынан ойып орын алған шайхана болатын. Ол шайханада үнемі түрі елінен келген жүк көлік жүргізушілер тамақтанатын. Жүрісі ауыр, жинап алған, біреулер садақаға берген азын-аулақ азығын көтеріп, сүйретіле басып келе жатқан Күнсұлудың көзі әлгі шайхананың жұмысшы қызы төк келе жатқан қалдық асқа түсті. Бір табақ қамыр, кәдімгі асқан етті қамыры. Жылдамдата басып әлгі қызға қамырды төкпеуін өтінді. Сол жерден пакет тауып соған аудартып алды. Бір пакет қамырды үйіне әрең жеткізген Күнсұлу сорпасын сырқып төгіп, қамырын жаншып, езіп қайта еледі. Ескілеу алюминий от табасы бар еді. Соған жұқалап нан қылып жайып, отқа пісіріп бастады. Ашқан қамырдың піскен кезде ешқандай иісі болмады. Шайға салып, нан орнына жеуге жарады. Бала шағасын бауырына басып, өміріне өксіп жатыр. Ертеңгі күн қалай өмір сүрем? Қыздарымның тағдыры қалай болады? Деген ойлар қатты мазалайтын. Оңаша отырғанда, бұл өмірге қажетсіздігін түсінгенде, асылып өліп қалғысы келетін. Сондай ауыр ойлармен жатып, жаңағы нанның тоқтығы барғасын маужырап ұйықтап кетті. Түсінде анасын көрді. Ақ орамалын басына бос салған ақ түйеге мініп, қапталынан өтіп барады екен. Бұл бар жандарменнің жүргісі келеді. Бірақ аяқтары жұмсақ болып бағынар емес, айғайласа дауыс жетер емес. Бұл бар көрген қорлығын, шеккен азабын айтып, анасының құшағында жатқысы келген.
Жоқ, анасы тоқтамады. Тек артына сәл бұрылып бір нәрсе ұсынды. Балдыр сағым арасынан анасы ұсынған нәрсені алмаққа ұмтылып жатты. Құлағына: "Осыны ал, осыдан айырылма" дегендей үн келді. Оянып кетсе, дала тас қараң екен. Балалар пысылдап ұйықтап жатыр. Қолында былқылдаған бір нәрсе ұстап жатыр. Алақанынан ашып еді, кешегі қамырдың бөлшегі екен. Шамасы қыздарының бірі салса керек. Тұрып, тоқ плитаға шайнек қойып, ашымақ қытырлаған нан мен шай ішті. Бөлмесінің есігі ақырын ашылды да, ішке салқын жел гу етті. Бұның жататын контейнер бөлмесі мекеменің шарбағына жапсарлас тұрған. Соң тоқ үнемі болатын еді. Келген Рақыш екен. Өткендегі жағдайдан соң тағы бір рет кездескен еді. Күнсұлудың іші білінгесін сырғақтап кетті. "Күнсұлу, мына жер саған пана болмайды. Бұл бөлмеге сені пропискаға қоймайды. Ал сен ертең босануың керек. Сонда қайтесің? Тұрғылықты жерің болмаса, өкіметтен жәрдемде ақ ала алмайсың. Сондықтан саған бір ұсыныс айтқалы келдім. Осы маңға жақын жерде бос тұрған дача бар. Ескілеу әрине. Бірақ қанша айтқанмен жер телімі. Қазір легализация жүріп жатыр. Азғантай ақшамен өзіңе аударып ал. От жағып жылытсаң да бәр нәрсесі болар. Бастысы тіркеуге тұрып аласың. Қыздарың мектепке барса да тіркеу сұрайды. Перзентханаң да соны сұрайды. Соны атағыңа өткізуге көмектесейін. Мен енді бір қайыр болсын" деді. "Қайтсем тірі қалам, қайтсем балаларымды аман сақтаймын" деп жүрген Күнсұлуға бұл әңгімелер түсініксіз еді. Әйтсе де ертесіне көлігімен келген Рақыш әлгі дачаны көрсетіп, бұрынғы құжаттары жоғалған есебінде керек жеріне тиын тебен ұстатып, 2 күнде Күнсұлудың атағына өткізіп берді. Ескі болса да міні құрмаған, епті орыстан қалған үй тұруға жарамды болып шықты. Жан жағындағы көршілері әркім қолынан келер көмегін беріп, біреу ескілеу кілем, біреу палас, енді біреулері көрпе төсегі мен ыдыс-аяқ әкеліп берді. Қыздарына деген бала киім үйіліп қалды. Сөйтіп бұлар үйлі болды. Күнсұлу да әзірге басы байлаулы жұмысы жоқ. Қиналса да пол жуып, аула сыпырып жүр. Жұрттан келгені бар, өзінің тапқаны бар. Ептеп азық-түлік қоры пайда болды. Көшеден теріп жеуді азайтты. Базардағы жарамсыз көкөністерді сатуға жарамайтындарын өзіне алып жүр. Сондай бір күні базардан үйіне кетіп бара жатқанда, базар есігін алдында отырған бір құмалақ шал: "Ей, бейшара, бері кел" деп шақырғанға қасына барып еді. "Шешең ұстатып кеткенді неге алмадың? Саған әруақ қонған, нанның әруағы қонған. Ит жемейтін нанды сен жепсің. Сенің жолың наннан ашылады. Соны ұмытпа" деп бұның қолына жарты қалаш нан ұстатты. Бұл не дегені? Менің түсімді бұл шал қайдан біледі деген ойлармен бұл үйіне ақ тер, көк тер болып әрең жетті. Үйіне кіргеннен қуық тұсы шаншып, асты былжырап жылып бара жатқандай сезілді. Жалма жан үлкен қызын көршіге жұмсады. Көршісі жүгіріп келіп жедел жәрдем шақырып, Күнсұлу толғатып ауруханаға кетті. Сөйтіп өмірге ұла келді. Ауруханадан көршілері шығарып алып, баяғы қарауыл шалдың кемпірі тұзға шомылдырып бесікке салды. Атын сол қарауыл шал талабы таудай болсын, кез келген іске мығым болсын деп заңғар қойды. Бір аптадан соң Күнсұлу зыр жүгіріп жүріп, құжаттарын реттеп, үкіметтен жәрдем ақы алатын болды. Бұның көршілерінің бір жақсысы 7 шелпек таратса, бұның үйіне екеуін әкеледі. Әдетте бейсенбі жұма күндері үйіне иіс деп аталатын 7 нан жиналып қалады. Міне сондай бір күні жап жаңа піскен 2 шелпек келгенде шетінен үзіп алып, қабыл болсын деп ауыз тиіп жатқанда бас айналып, көзі қарауытып кетті. Көз алдына құмалақ шал елестеп, наннан айырылма дегендей сезілді. Ертесі бір табақ нан елеп жіберіп, газ плитаның булығына пісірген наны кәдімгі тандыр нан сияқты болып шыққанда, өзі таң тамаша болды. Баласын қызына бесікке бөліп берді де, пісірген нандарын базарға ала жүгірді. Айналасы 2 сағатқа жетпей, пакеті босап, қолына едәуір ақша түсті. Міне сол күннен Күнсұлудың наны жүрді.
бір жылдың ішінде түрлі нан өнімін сататын бутик жалға ашып алды. Сол нанның арқасында үйін салып алып, сол нанның арқасында жұрттан оза киініп, қыздарын да мұнтаздай киіндірді. Қаладағы базарлар мен дүкендерге нан тапсыратын болған кезде үлкен цех ашты. Қаланың шағын аудандарынан Заңғар нан деген маңдайшалар көруге болатын еді. Жергілікті халық бай ауыл деп атап кеткен коттедж қалашыққа көшпеді. Бір үйдің баласындай болып кеткен көршілерін қимады. Күнсұлу да қаншама рет қайырымдылық көмек көрсетті. Соның ішінде көршілерінде той мереке бола қалса, ортада Күнсұлудың наны тұратын. Баяғы қарауыл шал қайтыс болғанда, асқар тауым құлады ма, бір күніңдей болмады ма, шыдай деген сөздерін қалды әкетайым құлағымда деп жоқтау айтқанда, келген жұрттың сай сүйегін сырқыратты. Үлкен қызы осы қаладағы университетте оқып жүріп тұрмыс құрды. Ешкімнен кең қылмай жасауын жасап берді. Соңынан 3 жылдан соң екінші қызы ұзатылды. Құдайға шүкір, Құдай дегенде Құдай жеткізеді деп құдалары да мың болғыр жандар, күйеу балалары да мамалап тұрған асыл азаматтар. Үлкен қызының өз алдына жеке мекемесі бар. Кіші қызы әлеуметтік салада маман болып қызмет етеді. Заңғар баласы 20-ға келгеннен екі апасы мейін жеп, жезделері қолдап, универде оқып жүрген жерінен үйлендірді. Бала келіннен 2 немере сүйіп отырған Күнсұлу биыл 50-ге келді. Қыздары үлкен той жасамақшы. Құдалары да тосын сый жасауға дайындалып жатыр. Екінші қызы әлеуметтік салада жасап жүріп, қайырымдылықпен көп айналысады. Өздері көп қиындық көріп өскенсін болар. Қыздары жетім жесір көрсе, көмектескісі келіп тұрады. Кіші қызы соңғы кезде көшеде қаңғып қалып, мүгедек болып қалған. Бірде бір құжаты жоқ ер азаматтың шаруасымен жүр. Дәрігерлік тексеруден өткізіп, қаладағы ересектерге арналған жеке пансионаттардың біріне орналастырғысы келіп жүгіріп жүр. Бір қиыны, әлгі адам сөйлей алмайды. Суықта далада қалып, жүйкесіне зиян тиген. Есту мен сөйлеу қабілетінен айырылған. Жұмыс арасында түскі асқа төркінге келіп, 50 жастың мәзірін ақылдасады. Сол күні жұмыс қағаздарын ала келген кіші қыздың қағаздардың арасынан ксерокопиядан өткізілген ер адамның суреті сусып түсті. Полдан көтергелі жатқан Күнсұлудың жүрегі су етті. Қызына қарап, мынау кім деп шошына сұрады. Мамасының өңі өзгеріп кеткен көрген қызы, мама, неме шошып кеттіңіз? Тірі адам бұл. Бейшара тіл аузы жоқ, далада үсіп қалып. Солай болған. Үй күйі жоқ, құжаттары жоқ. Мына фотоны әлеуметтік желіге салып туыстарын іздемекпін. Маған тек аты жөнін білсем болғаны, құжаттары жоғалған деген анықтамаға аты жөнін жазсам болды деді. Суретте бет аузы қисайған, көздерінен тіршілік белгісі әрең сезілетін. Тірі дегеннен өлі деуге көп жақын ер адам қарап тұрды. Бұл дастан еді. Жоғарыдағы бір құдіреттің күшімен осындай мүжәлсіз сорлы күйде өзінің қызына тап болып тұр. Екі қабат аналарымен бірге шырқыратып көп қиындықтарға мәжбүрлеген әке болатын. Суретті қолына ұстап, жұмсақ креслоға отыра кеткен Күнсұлудың көзінен тарам-тарам жас ағуды. Ненің жасы? Неге жылап отыр өзі де білмейді. Мам, не болды? Танисың ба бұл кісіні? Мама, бірдеңе десеңші. Мама деймін, деп ентелеген кіші қыздың соңынан жақындаған үлкен қыз фотоны қолына алды да анасының қасына сылқ етіп отыра кетті. Не болды сіздерге? Кім бұл кісі? Ау айтсаңдаршы, деген кіші қызға Күнсұлу. Дастан, әкең, деген екі қыз ауыз сөзді әрең айтты. Кім? Әкем? Баяғы бізді қаңғытып кеткен кісі осы ма? Мен өмір бойы осы кісіні кездестірсем, бетіне былш еткізіп бір түкірсем деген адам осы бейшара ма? Неге? Неге бұлай болды? Деп шарасыздықтан жылап жіберді. Үлкен қыз суретті қолына алып отырып, ойламаған жағдай. Мама, мен әкемізді іздеп жүрген едім. Әке керек болғанын емес, мен де шапалақпен бір тартып, бетіне бір түкіріп, қымбат киіммен артыма қарамай кердеңдей басып кетсем деуші едім. Мынау енді не? Адам деуге келмейтін жанды адам кейпінен айырып алдымызға келгені.
Бұдан қалай кек аларсың? Деп бетін басып отыра кетті. Мені жалғыз қалдырыңдаршы деген шешелерін келінге қайта-қайта тапсырып, қыздар шаруаларына, хабарды естіртуге үйлеріне кетті. Кешке Күнсұлудың үйіне жиналған қыз күйеу балдары құда-құдағилар не айтарын білмеді. Не құтты болсын айтарын, не қайғырып көңіл айтарларын білмеді. Бәрінің назары Күнсұлуда. Құдаларымен амандық, саулық сұрастырып, дастархан басына отырғанда Күнсұлу кіші қызынан жазылып адам қатарына қосылады деген үміт бар ма деп сұрады. Өте қиын. Біздің елде ондай жоқ. Түркияда осындай науқастарды емдейтін клиника бар. Бірақ өте қымбат. Мама, сіз оны емдеп адам қыламын деп кірісіп кетпейтін шығарсыз. Оның сізге істеген опастығын ештеңе деп жуып кетіре алмайды. Оған менің тауып берген пансионатымды артық. Ол солай қаңғып өлуге тиіс болатын. Сондықтан оны кешірем деген ой болмасын. Опастығынан опық жеп, ол солай қалу тиіс. Өзгелерге сабақ болады. Бұл өмір, мама. Біреудің қателігінен біреу сабақ алу тиіс деп ашына сөйлеп басылды. Жым-жырт, тым-тырыс күй. Келген қонақтар үн-түнсіз отырып қалды. Басын көтеріп келгендердің бетіне қарап алған Күнсұлу қыздарына қарап: «Міне қыздарым, мен де опасыздық жасағым келмейді» деу мұң екен. Қыздары: «Мама, қайдағы опасыздық? Ол сізге опасыздық жасады. Тіпті қастандық деуге болады. Сіз кімге опасыздық жасайсыз? Білсеңіз де білмегенде күй кешіп, ол адамды ұмытсаңыз, ол опасыздық емес. Ешкімге сатқындық жасамайсыз. Мама, түсінсеңізші» деген сұрақтарына Күнсұлу дастархан басындағыларға естірте: «Мен өзімнің адамгершілігіме опасыздық жасағым келмейді. Дәл қазір мен оны итеріп тастасам, менің одан айырмашылығым қандай болмақ? Емделетін болса емдеп, осындағы пансионаттардың бірінде ұстармыз. Күйеуім қылып үйге әкеле алмаймын. Құдай қарғаған адамды үйіме әкеліп, үйімнің киесін қашырғым келмейді. Ол кие наның киесі. Қысылғанда тылсым күшпен маған берілген кие. Дүние кезек деген, сол бір құдірет мені сынап отырса, қайдан білем? Сондықтан оның арғы қарай өміріне бей-жай қарай алмаймын. Өмір оны жазалап, аяғымның астына лақтырып тастады. Енді ол сонымен өмір сүру керек» деп тоқтады. Дастархан басындағылар үшін Күнсұлу зорайып биіктеп кеткендей көрінді. Әңгіменің соңы.